Армысыз жаз бойы той тойлап құдандалы болған көрермен. Баршамыз құдан кім десе түсінеміз. Ал анда ше, анда сөзі қандай мағына береді? Әңгіме сол жайлы болмақ, видеоны соңына дейін көріңіз. Мұхтар Мағауиннің Аласапыран деген шығармасының басты беттері созақтағы Тәуекел ханның кеңесіне арналады. Мұнда ел жақсылары жиналып, сырды Бұқар хандығынан, Жетісуды Жағат Мағұлдардан, Жайықты Ноғайдан, Шыңғыстауды қалмақтардан азат ету жайлы кеңес құрады. Сол кезде Тәуекел хан ешкіммен ұрыспайық, келісімге келейік, әуелі өзіміз күш жинайық, орыспен анда болайық, өнерін үйренейік дейді. Осындағы анда сөзі анттасқан достық, әскери одақ деген мағынаны береді. Демек, құда 1000 жылдық дегеніміз құда анда деген сөзге тең. Яғни екі тарап дос болуға анттасып, одақ құрды дегенді білдіреді. Бейне ұнаса құдалар тату болсын, құдандаларыңызға жіберіп қойыңыз.